Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі пәнінен 17-ші сабақ өзіңді тексер тақырыбын өтеміз. Балалар, бірінші жаттығуға қараймыз, мәтінді тыңда. Бүгін жексенбі. Мерей теледидардан жануарлар әлемі хабарын тамашалап отыр. Ол хабар барысында қойылатын сұрақты тағатсыздана күтті. Ақ аю туралы сұрақ болды. Мерей сұрақты тыңдап, болысымен кітап сөресіне қарай жүгірді. Міне іздеген ақпараты да табылды. Бір оқып шығып, тез-тез телефон тетіктерін басты. Мерейдің жауабы дұрыс болып шықты. Ол жұмсақ ойыншыққа ие болды. Балалар, мәтіннен түсініксіз сөздерді тауып жазыңдар. Яғни тағатсыздана, сөре, телефон тетіктері деген сөздерді дәптерімізге жазамыз. Енді балалар, сұрақтарға жауап беріңдерші. Мерей теледидардан қандай хабар көрді? Жақсы, жарайсыңдар, жануарлар әлемі хабарын көрді, балалар. Келесі сұрақ, ол сұрақтың жауабын қайдан тапты? Ол сұрақтың жауабын кітаптан тапты. Балалар, аю сөзінде қанша дыбыс, қанша әріп бар? Дұрыс айтасыңдар. 3 дыбыс, 2 әріп бар. Балалар, сызбадан хабар жүргізуші мен Мерей сөйлеу әрекетін қай түрін қолданған? Балалар, сөйлеу екіге бөлінеді. Ауызша және жазбаша. Ауызша, яғни айтты, тыңдады, ал жазбаша жазды, оқыды. Яғни балалар, хабар жүргізуші мен Мерей ауызша сөйлеу түрін қолданды, жақсы балалар. Енді балалар, екінші жаттығуға қарайық. Төмендегі суреттерге сәйкес сөйлемдерді аяқтап жаз. Аян өзі туралы айтты. Ол досының сөзін мұқият тыңдады. Ол сөздерді теріп жазды. Аян мәтінді түсініп оқыды. Балалар, жазған сөйлемдерінен 4 дыбыс, 3 әріпте тұратын сөзді тауып, асынсыз. Дұрыс айтасыңдар. Бұл жерде аян деген сөз 4 дыбыс, 3 әріптен құралған. Яғни аян деген сөздің астын сызып қоямыз. Жақсы балалар. Енді балалар, келесі жаттығуға қараймыз. Үшінші жаттығу. Ертегіні парталасыңмен рөлге бөліп оқы. Аюдың қонжығы мені бадырақ көз деп мазақтады. Одан басқа не деді? Қалқан құлақ, қылый көз. Сен оған не айтып едің? Мен бе? Мен ештеңе де айтқаным жоқ. Сен үндемей тұрғанда ол өзі келіп тиісті ме? Оны көрген кезде мені Қорбанбай деп едім. Көрдің бе әне? Алдымен өзің тиісіпсің ғой. Мазақтап ренжіткенсің. Ол мазақтаса ыза болып арыз айтасың. Бұл ұят емес пе? Балалар, бұл диалог пе? Дұрыс айтасың. Бұл жерде қоян мен қоянның көжегі әңгіме айтып тұр екен, балалар. Балалар, енді осы ертегіге ат қояйықшы. Арыз қой көжек деп қоямыз ба, әлде жылауық көжек деп қоямыз ба? Дұрыс айтасыңдар. Арыз қой көжек деп ат қойсақ болады екен. Балалар, 4-ші жаттығуға қарайық. Суреттерге қара. Жақсы. Қай суретпен диалог құрауға болады? Неге? Парталасыңмен бірігіп, диалогты жалғастырып көр. Жидегің тәтті ме? Өте дәмді. Жейсің бе? Міне ал, ас болсын. Яғни бұл жерде қонжық пен тиін сөйлесіп тұр екен, балалар. Жақсы, жарайсыңдар. Енді балалар, қоян, аю, тиін сөздеріне дыбыстық талдау жасаңдар. Қоян деген сөзде 5 дыбыс, 4 әріп бар. Аю деген сөзде 3 дыбыс, 2 әріп бар. Тиін деген сөзде 4 дыбыс, 5 әріп бар. Жақсы, жарайсыңдар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз. Сау болыңдар, балалар.